Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен цветной капустадан керемет салат жасайтын боламыз. Құрамы өте қолжетімді және де пайдалы, витаминдерге толы салаттардың бірі, әрі сочный болып шығады. Және де бір жасағаннан шығатын, отбасыларыңызға ұнайтын керемет салаттар. Ол үшін ең алдымен осындай кішкентай ғана бір штук капустамыздың артық бөліктерін алып тазалап алатын боламыз. Және де ыдысымызға салып, үстінен су құйып 10 минуттай қайнатамыз. Мінекей ыдысымызға осылай бетін аударып 10 минуттай су құйып бұқтыратын боламыз. Жалпы бұл салат өте дәмді, әрі көрінісі өте әдемі, қонақтық дастархандарға ұялмай қоятын салаттардың бірі. Егер сізге видеом ұнап жатқан болса, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен алдағы уақытта керемет рецептілермен бөлісетін боламын. Барлық керек заттарды төменгі описание бөліміне қалдырамын. Қызанақтарымызды осылай видеодағыдай етіп турап аламыз. Егер ұсақ болатын болса, қызанақтарымыз 2 немесе 2 бөлікке және 4 бөлікке бөлуге болады. Ал үлкен болса, осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бар жоғы 2 дана қызанақ, 2 дана қиярдан керемет 4 тарелка шығатындай салат жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет. Жалпы отбасыларыңызға ұнары сөзсіз. Егер менің арнама тіркелмесеңіз, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, және де қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Мен салған керемет рецептілер сізге көріну үшін. Мінекей қиярларымызды да осылай ұзынша етіп турап аламыз. Жалпы бұл салат өте дәмді болып шығады, және бір жасағаннан қолжетімді бағадағы салаттардың бірі. Дәл осылай қиярларымызды да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Және де мен кәдімгі болгар бұрышын қолдандым. Сіздер түрлі түстісін қолдансаңыздар да болады. Болгарскийлерімізді де осылай ұзынша етіп турап аламыз. Турау жалпы өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты әртүрлі формада турауға болады. Мінекей енді чесноктарымызды тураймыз. 3 чеснок жетеді. Егер көп болғанын қаласаңыз, одан да көптеу етіп турауға болады. Жалпы чеснокты ұсақтағаннан гөрі дәл осылай тураса өте дәмді болады. Мінекей дәл осылай видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Және де енді міне пісіп дайын болған 10 минуттай піскен цветной капусталарымызды алып, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Өте ыстық. Жалпы біз турап бітем дегенше бұл бізде суықта қалады. Өте тез суиды бұл капустамыз. Мінекей осылай бөліктерге бөліп, бұл жерде тағы да артық бөліктерін алып тастайтын боламыз. Мінекей осылай ұсақтау етіп бөліп алып, бұл жердегі артық бөліктерін тағы да алып тастайтын боламыз. Егер видео ұнап жатқан болса, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Неге осылай? Осындай кішкене ұсақтарға бөліп алсақ, әдемі болып шығады.
өте дәмді салаттардың бірі. Мен өзіме өте қатты ұнайды, және де ресторандағыдай деп айтсақ та болады, өте желімтал салаттардың бірі. Кез келген тамақпен үйлесім табатын салат. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мінекей, біз осылай турап алдық. Енді ыдысымызға салып, үстінен салатный листтерімізді турайтын боламыз. Мен салат лист жапырақтарын үлкен-үлкен етіп турап алдым. Мінекей, енді салат жапырақтарымызды салып, оның үстінен туралған зелендерімізді салатын боламыз. Бізде укропты да қосуға болады, және де кинзаның көптеу бөлігін қоссаңыздар өте дәмді болады. Кинза жалпы өзіндік ерекше дәм береді, және де осы кезде жарты шай қасықта паприка, және де татымына қарай кристальный тұз, және де 2-3 ас қасық сұйық майымызды, тұзымызды салатын боламыз. Паприканы көптеу қоссаңыздар да болады, және де соевый соус 2-3 ас қасық қосатын боламыз. Менде сушиға арналған қою соус. Мінекей, енді жақсылап араластырып, ыдысымызға салатын боламыз. Кішкене араласқаннан кейін 5-10 минут немесе жарты сағаттай холодильникке салып қойсақ, дәмі өте әдемі болып шығады. Яғни ішіндегі заттарымыз бір-бірімен араласып, дәмі сіңіп, салатымыз өте дәмді болып шығады. Мінекей, байқасаңыздар, түрінің өзі өте керемет, тәбет ашарлықтай салаттардың бірі.